Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін үкімет ғимаратында президенттің қатысуымен кеңейтілген отырыс өткізіліп жатыр. Кеңейтілген отырыс алдында Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін өте өзекті мәселелерге басты назар аударылатынын ескертті. Себеп бәрімізге белгілі, қазір дүние жүзі түбегейлі өзгеріске ұшырап жатыр. Жаһандық үрдістер ең алдымен еліміздің экономикалық ахуалына әсерін тигізетіні анық. Жаппай цифрландыру дәуірі, яғни жаңа технологиялық кезең басталды. Күллі әлем мүлдем басқа жағдайда өмір сүреді. Біз соған міндетті түрде дайын болуымыз керек. Жаңа технологиялық ахуалға сақадай сай тұруымыз қажет. Бұл еліміздің бәсекеге қабілетін арттырып, тұрақты дамуына жол ашатын аса маңызды фактор. Үкімет пен әкімдердің жұмысы қаншалықты тиімді екенін алдымен экономиканың даму көрсеткіштері мен азаматтардың тұрмыс сапасына қарай бағалаймыз. Осы жұмыстың нәтижесі былтыр қандай болды? Негізгі міндеттер орындалды ма? Бүгін осы сұрақтарға тоқталамыз және жақын арада шешімін табуға тиіс өзекті мәселелерді талқылаймыз, деді президент Қасым-Жомарт Кемелұлы.